сөздердің жалпы 4 түрі бар. Ол біріккен, қос, қысқарған және тіркесті сөздер. Біріккен сөз екі түбір бірігіп жазылады. Мысалы, жол, барыс, сары ағаш. Екі түрлі түбір сөз бірігіп, бір сөз бір мағынаны білдіреді. Келесі қос сөздер. Екі сөз қосарланып, ортасынан дефис қойылады. Не қайталанады, не қосарлануы мүмкін. Мысалы, ата, ана деген сияқты қос сөз. Келесі қысқарған сөз. Қысқарған сөз бізде екі сөздің, мысалы, ұзақ сөздердің қысқаруы, БқО, ол Батыс Қазақстан облысы деген сияқты. Келесі тіркесті сөздер. Екі сөз тіркесіп келіп, бір мағынаны білдіретін сөздерді тіркесті сөздер деп атайды. Мысалы, көк және ала деген жеке сөздер тіркесіп бір мағынаны білдіріп, көк ала, немесе 10 және 5 деген сөз тіркесіп, екі сөз тіркесіп, бірігіп бір мағынаны білдірсе, 15 деген бір күрделі тіркесті сөзді білдіреді.